Саламатсыздар ма? Мұнай және газды өндіру операторы біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау құзыреттілігі атты оқу тәжірибесінің 201 РМ тобындағы өткізілетін сабағымның тақырыбы мұнай өндіру әдісі, скважиналарды сораптық қондырғылармен өндіру технология. Мұнай және газ ұңғыларын өндіру әдістерін барлығымыз да білеміз. Қазіргі кезде мұнайды өндіру үшін негізгі басты өндіру тәсілдері, яғни фонтандық әдіс, газ лифтілік және механикалық әдістермен мұнайды өндіреміз. Алдымен жаңа сабақты бастамас бұрын өткен тараулармен байланыстырып, мұнай ұңғымаларын пайдалану әдістерін, яғни фонтандау түрлерін, фонтанды ұңғымаларды жабдықтау және газ лифт әдісімен өндіру тәсілдеріне тоқталып өтейін. Негізгі сабағымыз бүгін өтетін штангалы тереңді сораптық қондырғыларды пайдалану болып табылады. Дегенмен де біз осы штангалы терең сораптық қондырғымен пайдалануды өтпес бұрын өткен тарауларға тоқталайын дедім. Яғни осы мұнай газ ұңғымаларын өндіру әдістерін сіздердің алдарыңызда мінекей көрініп тұрғандай, бірінші фонтанды әдіс, газ лифтлі әдіс, механикалық әдіс деп жаңа айттым. Осы ұңғыманы пайдалану кезде мұнайды немесе газ мұнай қоспасын ұңғыма түбінен жер бетіне шығару үшін, яғни табиғи қабат энергиясы арқылы жүзеге асырылатын болса, онда бұл әдісті біз фонтанды әдіс деп атаймыз. Егерде ұңғыма оқпандағы сұйық бағанасының қысымы қабат қысымынан кіші және ұңғыманың түп аймағы ластанбаған болса, яғни онда ұңғыма оқпанынан қабат арасы тесіліп бір-бірімен байланыстырылған жағдайда қолданылады. Бұл сұйық көтеріліп жер бетіне, яғни ұңғыма сағасынан асып құйылады, яғни ұңғыманың фонтаны атқылайды деп түсінеміз. Бұл фонтандау келесі, яғни әсерлерден болуы мүмкін деп айта аламыз. Яғни ол гидростатик арыннан, газдың ұлғаю әдісінен, энергиясынан деуге болады, немесе осы екеуінің біріккен энергиясынан пайда болады. Сұйықты көтеріп шығару тек қана қабаттың гидростатикалық қысымы есебінен жүзеге асуы, яғни мүмкін. Мұнай ұңғымаларын пайдалану тәжірибесінде, көбіне пайдалану тәжірибесінде бұл сирек кездесетін жағдай деуге болады. Бұл қабат жағдайындағы жаңа мұнайда газ өте аз болады ғой, сол аз болған кезде және қабат қысымы осы ұңғымадағы сұйық бағанасының қысымынан біраз басым болған кезде осы байқалады, осы үрдіс. Ұңғыманың бұл фонтандауын, яғни біз артезианды деп атаймыз. Көбінесе ұңғыманың фонтандануы, яғни қабаттағы мұнаймен бірге болатын еріген газдың әсерінен болуы мүмкін. Қабатқа бұрғыланған ұңғыманы көбіне пайдаланған кезде, жаңағыдай көтеріліп келе жатқан құбырдың ішінде қысым, яғни қанығу қысымынан төмен түскен кезде мұнайдан бұл газ көп бөліне бастайды. Бұл жағдайда жаңағы ұңғыма бойымен мұнайдың көтерілуі гидростатикалық арынның әсерінен және ұңғыма оқпанының жоғарысында жаңа бөлінетін тығыздалған газ энергиясы бар ғой, сол газ энергиясының әсерінен болады деуге болады. Фонтанданудың бұл түрін біз газ лифтлі әдіс деп айтамыз. Сонан кейін қысым мұнайдың газға шақыру қысымынан тең болған кезде, осы тереңдіктен бастап мұнайдан еріген газ көбіктер ретінде басталып шыға бастайды осы кезде. Жоғарыға, яғни ұңғыма сағасына қарай жылжыған сайын көбіктерге әсер ететін қысым азая түседі, осы көбіктердің көлемі ұлғайып, сұйықпен бірге газдың тығыздығы да кішіре бастайды. Жалпы айтқанда, жалпы газ сұйық қоспасының бағанасының қысымы азаятта, ұңғыма түбіндегі қысым қабат қысымынан кішірейіп, осы ұңғымадағы сұйық өз-өзінен жер бетіне шығып құйылып, ұңғыманың фонтандануын, яғни келтіреді десек болады. Сонан кейін бұл жерде фонтанды ұңғыманың біз құрал жабдықтарына тоқтала кетейік. Фонтанды ұңғыманың құрал жабдықтары, яғни газ және мұнай ұңғымасын, газ лифтлі болсын, фонтандық әдістерімен болсын, осыны пайдаланған кезде жер үсті және жер асты ұңғыма оқпанына түсірілетін жаңағы құрал жабдықтарды қолданатын барлығымыз да білеміз. Бұл жабдықтардың не үшін қолданамыз? Мақсаты не? Яғни мақсаты бекітілген режимде керекті шығынды өндіру, сонымен қатар осы ұңғымада өткізілетін технологиялық үрдістерді, сонымен қатар қоршаған аймақтың ластануын және ашық фонтандануын болдырмауды біз қажет етуіміз керек, қамтамасыз етуіміз керек деуге болады. Осы ұңғыманың мысалға жер асты жабдықтары деп отырғанымыз бізде
қазір тоқталып өтемін. Мысалға мына жерде тұрған басқа да тәсілдер сияқты пайдаланудың фонтанды әдісі кезінде де, мысалы газы лифт болса да сұйық пен газды жер бетіне көтеру үрдісі, яғни диаметрі үлкен емес, құбыр бойымен жүретіні барлығымызға да мәлім. Олар яғни ұңғымаға пайдаланудың алдында түсіріліп орнатылатынын да білесіздер. Бұл құбырлар яғни не деп аталады? Бұл құбырлар яғни сорапты компрессорлы құбырлар деп атаймыз. Мынау алдарымызда тұрғандай, суретте көрсетілгендей, стандарт бойынша сорапты компрессорлы құбырлар яғни мынадай келесідей деуге болады, сыртқы диаметрлі болып жасалынады. Мысалға 33, 42, 48, 60, 63, 73, 83, 102 және 114 миллиметрдей болып осындай болып жасалынады деуге болады. Бұлардың қабырғасының қалыңдығы 3,5-тен 8 миллиметрге дейін өзгеріп отырады. Мысалы, бір түйір құбырдың ұзындығы орташа 8 метрдей болады. Құбырлар көбіне жаңағыдай бесшовный деп айтамыз, яғни тігіссіз түрде болу керек. Яғни біркелкі мықты маркалы болаттан созылып жасалынады деуге болады. Бұл қалай жасалынатын деп отқан мен СХК-ның, яғни сорапты компрессор құбырлардың. Сондықтан сонымен қатар фонтанды әдістерде жиі қолданылатын жаңа сорапты компрессорлардың құбырлардың диаметрі 60, 73, 89 миллиметр болады. Ал шығымы үлкен ұңғымалар бар емес пе? Оларда мынадай 102, 114 диаметрлі, жаңағыдай миллиметрлі диаметрлі осы сорапты компрессор құбырларды қолданады. Құбырдың диаметрін, яғни ұңғыманың тереңдігіне, қабаттың қысымына, сонымен қатар жаңағыдай пайдалану шартына және қажетті шығымға байланысты осы тәжірибе арқылы соны тауып, сосын бар тағайындайды. Құбырлар пайдалану тізбегінің жаңағыдай фильтріне дейін түсіріледі, оны білесіздер. Фонтанды пайдалану кезінде көбіне сорапты компрессорлы құбырлардың қажеттіліктеріне мыналар жатады. Мысалы, осы ұңғыманы меңгеру кезіндегі жұмыстарды жеңілдетеді бұлар. Өйткені бір-біріне байланыссыз екі канал, яғни көтеруге арналған жаңа құбыр іші және сақиналы кеңістік дейміз ғой. Сол сақиналы кеңістікпен ұңғыма оқпандағы саздық қоспаны жаңағыдай жеңілірек сұйыққа, яғни су, мұнай деген сияқты осыларды алмастыруға мүмкіндік береді бұлар. Сонымен қатар екінші несі, бұл жаңаға біріншісін айтсам, бұл екінші мысалға тағы да қаралатын мәселелердің бірі газдың кеңу энергиясын жаңағыдай тиімді қолдануға. Өйткені бұл қоспаның жаңағыдай канал бойымен көтерілетін мезгілдегі үйкеліс бар ғой, осы үйкеліске жұмсалатын қысымның мөлшері жаңа көтеру құбырының қима ауданы аз болған сайын газдардың яғни сырғанап ығысуына байланысты азая бастайды. Көтеруге арналған құбырлардың неғұрлым кішілеу диаметрін қолдану керек, яғни шығымда аздау ұңғымалардың фонтандану уақытын, яғни созудың бір шарасы болып саналады деуге болады. Үшіншіден, осы ұңғыма түбінде құм тығынның пайда болмауына әсерін етеді деуге болады. Өйткені кіші қимасы бар құбыр ішінде жаңағыдай газ мұнай ағынының жылдамдығы жоғары болады да, сол жоғары болғандықтан ұңғымадағы құм жер бетіне шығарылуына жақсы мүмкіндік беріледі деуге болады. Төртіншіден, мұнай өндіру үрдісінде пайда болатын парафин шөгіндісімен күресуді жеңілдетеді. Өйткені екі каналды пайдаланамызда ыстық заттарды айдап, осы шөгінділерді жер бетіне шығаруға болады. Мысалға, мінекей жер үсті жабдықтары осы фонтанды болсын, газлифті әдіспен болсын өндіру кезіндегі осы жер үсті жабдықтарына нелер жатады. Бұл фонтанды ұңғыманың сағасы, жаңа айттым, мықты болаттан жасалынған фонтанды сорапты қондырғы сияқты, компрессор қондырғы сияқты, бұл да жаңа фонтанды осы ұңғыманың сағасы мықты болаттан жасалынған фонтандық арматурамен жабдықталу керек. Ол фонтан шыршасынан және құбырлардың құбыр басынан тұрады деуге болады. Фонтандық арматура негізі ұңғыма сағасын не үшін қолданамыз десек, ол ұңғыма сағасын саңылаусыз мықтап бекіту және керекті технологиялық үрдісін жүргізу үшін, сонымен қатар оның пайдалану режимін бақылау үшін де, және бұларға келесі жұмыс қысымында бұлар осы фонтанды арматуралар келесі жұмысты жасауға, яғни осындай қысымға арналған деуге болады. 7, 14, 21, 35, 70 және 105 мегапаскальда осындай қысымда жұмыс жасауға арналған. Егер де қысым 21 мегапаскальдан кем болған болса, онда жабатын тиек бар. Осы жабатын тиек ретінде біз тығынды кран қолданады. Жоғарғы қысымдарда арнайы қолмен
немесе автоматпен, немесе жаңағыдай гидравлика күшімен қозғалып жабылатын, яғни ысырмалар, задвижкалар деп айтамыз, осы задвижкаларды орнатады. Құбыр басы, яғни мінекей құбыр басы фонтанды құбырларды не үшін қолданады? Мысалы, құбыр басының қызметі қандай қажеттілікке мысалы құбыр басын қолданады дегенге мысал ретінде айтайын. Құбыр басы фонтандық, яғни құбырларды іліп орнату және сонымен қатар сақиналы кеңістікті саңылаусыздандыру үшін арналған. Ал фонтан шыршасы газ сұйық ағынының керекті желілерге бағыттау үшін және де осы ұңғыманың жұмыс істеуін тексеріп, өзгертіп басқару үшін арналады осы фонтан шыршасы. Сонымен қатар фонтан шыршасы ұңғыма өнімінің жаңағыдай ағысын басқарып отырады, яғни өнімді, онымен параметрлерін өзгертіп қана қоймай, және ол жердегі манометрлерді, термометрлерді, немесе жаңағыдай киптің приборлары бар, осы приборларды тереңге түсіріп, соны көтерген кезде пайдаланатын тетіктер бар ғой, сол тетіктерді, яғни орналастыру үшін бұл арналған деуге болады. Шырша тік орналасқан жаңағы оқпаннан және бүйірінен шетке қарай шығатын желілерден құрылады. Желілерде, яғни осы желілерде жаңағыдай ысырма, яғни біз айттық, задвижка бар ғой, ысырма, осыларды орналастырады. Жұмысшы және қосымша резервті, яғни қосымша резервті отқамыз, тік оқпанға жақын орналасқан жерін айтады. Осы тік оқпанда негізгі түптегі жаңағыдай головная, центральный деп айтады, және буферлі дейді, осы ысырмаларды осыған орналастырады. Сосын осы желілерде термометрлерді қоюға, яғни қажетті қалталар болады, және манометрлер мен шығымдарды өзгеріп басқаруға арналған жаңағыдай штуцерлер болады. Штуцерді білесіздер, не үшін орнататын? Штуцер, яғни қабаттағы өнімді реттеп тұрады. Сол үшін, сонымен қатар тік оқпан манометрлерін орнатылған, яғни осы жерде буферлі, көрсетіп тұрғандай, буферлермен аяқталады деуге болады. Сонан кейін фонтан шыршасы мінекей өздеріңізге көріп тұрғандай, олар 4 жақты, 3 жақты осындай болып кетеді. Яғни 4 жақты дейміз крестовый деп айтамыз, және 3 жақты тройниковый деп бөлінеді. Крест пішінді арматураға, яғни жаңағыдай крестовина кіреді десек болады. Оның шеткі желілері, яғни әрқайсысы жұмыс істеп тұруы мүмкін. Ал екіншісі мысалға резервте болады. Резерв дегенді білесіздер, біреу жұмыс жасамай қалған кезде екінші не деп айтуға болады. Сонымен қатар түсірілетін манометрлер және басқа приборлар бар. Осы приборларды түсіру үшін біз буфер орнына лубрикатор қояды. Құм болатын ұңғымаларда көбіне 3 жақты, жаңағы мінекей алдарыңызда тұрғандай 3 жақты және 4 жақты фонтанды арматураның, яғни несі бейнеленген. Осы құм болған ұңғымаларда көбіне 3 жақты, яғни тройниковый деп айтамыз, шырша қолданылады. Бұл шыршаның тік орналасқан оқпанның жаңағы құрылысы бойынша, бұған құрылысына, яғни тройник кіреді деуге болады. Оған желілерді қосып жалғайды. Үстіңгі бойымен, яғни ұңғыма жұмыс жасап тұрады, ал астыңғысы қосымша, яғни жаңа айттым, резервный болып тұрады. Бұл осылай сақталған, резервті болып сақталып тұрады. Сөйтіп фонтан арматурасы, яғни ұңғыманы пайдалану шарты бойынша қажеттілігіне, яғни жауапты, яғни жауапты жабдық ретінде, сонымен қатар бұл тек қана жауапты жабдық қана емес, неде болып тұрады бізде екі қатарлық құбырдың мынау несі, көтергіш құбырдың несі, схемасы, яғни жаңа айттым, бұл фонтанды арматура ұңғыманы пайдалану шарты бойынша қажеттілігінде жауапты жабдық болып саналады. Яғни оның паспортында қысымы 2 есе үлкен қысыммен жаңағыдай зерттеп байқалғаны барлығы да осының техникалық паспорттарында көрсетіледі. Сонымен қатар мына жерде көріп тұрғандай фонтан арматурасын біз келесідей жаңағыдай түрлерге бөліп қарастырылған дегенді айттым. Бұлар айта кететін болсақ, мысалға оның жұмыс қысымы, яғни зауыттан жасалған 7-ден 105 жаңа айтып кеткендей мегапаскаль қысымдарына арналған, яғни фонтанды арматураны әдейі арнап шығарылады осы қысымдарын, әрқайсының қысымдарын бөлек-бөлек. Сонымен қатар тік оқпанның қиындысынан өтетін диаметр бойынша 50-ден 150 миллиметрге дейін болу керек. Фонтан шыршасы бойынша 4 жақты, яғни жаңа көрсеткенде осының алдындағы крест пішінді және 3 жақты тройник пішінді болып бөлінеді.
ұңғымаға түсірілетін құбыр тізбегінің саны бойынша бұлар бір қатарлы және екі қатарлы болып келеді. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған екі қатарлы құбырлар, яғни көтергішіне арналған тройник пішінді мынау фонтанды арматураның схемасы. Сонымен қатар жаңа айттым, ұңғыға түсірген құбыр тізбегінің саны бойынша міне бір қатарлы, екі қатарлы дедім. Және осы шыршаға орнатылатын ысырмалар бойынша бұранда түрлі болады, яғни задвижка немесе кран түрлі деп те айтуға болады. Осындайлар болып келеді. Мына схема бойынша егерде айтатын болсақ, жаңа айтып кеттім, мына суретте, яғни біз көріп отқандай екі қатарлы құбыр көтергіш, мына үш жақты жаңа тройниковый фонтанды арматура. Бұлар яғни жұмысы бойынша осы суретте көрсетілгендей жаңа екі қатарлы құбырлар тізіміне арналған кран, яғни түрлі ысырмасы бар тройник пішінді фонтанды арматурасы алдымызда көрсетіліп тұр деуге болады. Осы шыршаның бүйіріне, яғни орналасқан крандар арқылы жаңағыдай топтасқан жинауды өлшейтін, немесе сол өндіріс топтасқан өлшеу қондырғысына жіберетін немесе жинақтайтын құрылысы бар, яғни құбырлар желісімен бұларға желісіне қосылып тұрады деуге болады. Осы ұңғыманы, яғни фонтанды пайдалануды ең дұрысы, яғни неғұрлым газ факторына аз ұстап өнім шығымының тиімді, яғни оптималды болуын қамтамасыз ету басты неміз. Және де өнімді қабат жаңа құмнан тұратын жағдайда, қабат егер құмнан тұратын болса, осы ұңғыманың фонтандау кезіндегі сұйықтың сүзіліп, жылдамдығын үнемі қадағалап тұруымыз қажет. Сонымен қатар ұңғыманың әдеттегідей жұмыс жасауына жаңағы құм кедергі болмас үшін, яғни оны былай айтуға болады, ұңғыма оқпанын құмның ағып келіп шоғырлануын неғұрлым азайту қажет деу керек. Жоғарғы өнімді, яғни жоғарғы өнімді ұңғымалар үлкен диаметр оқпаны бар арматурамен жабдықталады. Бұл газ ұңғымаларының сағасына термометр, қысыммен өнімді, яғни реттегіштер, автоматты клапандар, осылар қосылып тұрады. Автоматты клапандар, яғни лақтырылма желісінде, яғни авария болған жағдайда қолданады көбіне. Сосын жаңағы айтып кетейін дегенім, манифольдты айтпаппын, яғни фонтанда ұңғымалардың бұл жұмыс істеуі, яғни көбінесе штуцерлерді қолданып, өнім шығатын желісіне қарсы қысымды, мына жерде көрсетіп тұрғандай, мінекей қарсы қысым көрсетіп тұрғандай, осындай ретпенен реттеуге болады деуге болады. Штуцер жаңа айттым мен, ол кішкентай ғана бір втулка деп айтуға, төлке деп айтамыз, ортасында бір тесігі бар, цилиндр тәрізді бір төлке болады. Оның диаметрі көбіне жаңағыдай тәжірибе жүзінде анықталады. Ұңғыманың режиміне сәйкестендіріп тағайындалады, оны ауыстырып тұрады. Штуцерлердің диаметрлері көбінен 3-тен 15 миллиметрге дейін болады. Кейде одан да үлкен болуы мүмкін. Штуцер жаңа желінің бойынан ысырмадан кейін орнатылады. Ол қазір 23-21 деген сияқты әртүрлі, жаңа мен айтып кеткендей, оның диаметрі, яғни тәжірибені жұмыс істеп тұрған кезде, сол тәжірибе жүзінде анықталып, осы скважинаның, ұңғыманың режиміне сәйкес тағайындалады деп айттым. Мына жерде көрсетіп тұрғандай, мысалы манифольдтар бар. Бұл манифольдтар ысырмалар немесе крандармен жабдықталған деуге болады. Жабдықталған, яғни құбырлар жүйесі десек болады. Бұл ұңғыма өнімі фонтан арматурасынан, яғни құбыр желісінен келеді де, манифольд арқылы жаңа топтасқан өлшеу қондырғысына дейін жеткізіп барып қосылады. Бұл яғни өндірілген өнім сол топтасқан өлшеу қондырғысына барады, одан әрмен қарай әр скважинаның өнімі жеке-жеке өлшеніп деген сияқты жұмыстарды жасауға, яғни осылай қосылған дері деуге болады. Бұл тәжірибеде екі бірдей жаңағыдай жұмыс не болады, байланысқан желі бар. Бұл желілер біреуі жұмыс жасайтын, жаңа жұмысшы линия деп болады, екіншісі жаңағыдай резервте сақталған осындай желілер болады. Оларға жаңағыдай реттеуші штуцер, газ немесе сұйық үлгісін жаңа зерттеуге арналған вентильдер, өнімді жерге немесе жаңа факелге тартылатын ысырма қондырғылары бар, және сақтауыш клапандар бар, осыларды сол жерге орнатылады. Жай беттік механикалық жаңа істейтін айрығыштар болады, олар манифольд желісіне орнатылады. Сонымен қатар оларды коррозияда немесе механикалық зақымданудан, яғни осы желілердегі үзілу кездерінде болатын сені біздер жаңағыдай не деп айта аламыз.
енді мұнай өндірудің мысалға тек қана жаңағы мысалы фонтанды әдісін айттық, газ лифті әдісіне енді шамалы тоқтап кететін болсақ, мұнай өндірудің газ лифті әдісі бұл жаңағыдай қабаттан келетін немесе жер үстіне нығыздалып айдалатын газ бар ғой, сол газ яғни газ лифтік әдіспен пайдалануымызда сонымен қатар ұңғыма өнімінің ағынына қосылып берілетін нені құбылысты айтамыз. Бұл кезде газ сұйық қоспасының тығыздығы кішірейтті, түбіттегі жаңа қысымы берілген өнім шығынынан алуды және жинау пунктіне тасымалдауға жететіндей жағдайда болады деуге болады. Газ лифтілік пайдалану әдісінің басқа банағыдай механизацияланған әдістерден ерекшелігі мынадай. Механизациялық әдісі механизированный әдістер, яғни штангалы терең сораптар мен штангысыз, яғни терең сораптармен қолдану, мұнайды өндіруде болады. Соған қарағанда осы газ лифтілік пайдалану әдісінің жаңағы басқа әдістерден ерекшелігі мынада деуге болады. Бұл яғни құрал жабдықтарының олардың қолдануының қарапайымдылығы деуге болады. Сонымен қатар тек қана қарапайым ғана болып келмей, бұл жөндеу аралық мерзімінің бір ізділігі деуге болады. Кейде көбірек те болып кетуі мүмкін. Сонымен қатар пайдалану коэффициентінің және сұйықты жаңа өнімнің шығару шығым деп айтамыз, шығымның молдылығы көп деп айтуға, бірнеше ондық өлшемде мысалы тәулігіне 1800 метрге дейін, мысалы метр тәулікке дейін болуы мүмкін. Осы және көлбеу ұңғымаларда пайдалану мүмкінділігі де бұның жоғары деуге болады. Сонымен қатар ұңғыма өнімінде газдың болғанына немесе құмның болғанына қарамай, осы әдісті біз қолдану мүмкіндігі жоғары деуге болады. Бұл әдістің жетіспейтін, яғни кемшілігі деп болады. Кемшілігіне мыналар жатады. Мысалға, ол көбіне алғашқыдағы газ бөлінетін жүйелер бар ғой, осы жүйелерді немесе жаңағыдай компрессорлық станция бар, осыларды салу үшін көбіне күрделі қаржыландыруды көбейтеді, яғни соған қаржыландыру үшін жаңағыдай көп табыс көзі кетеді деуге болады. Сонымен қатар түптегі қысым аз болған жағдайда банағы пайдалы әсер коэффициенті бар емес пе? Сол пайдалы әсер коэффициентіне бұл аз, соның аз болғандығын деп айтуымыз болады. Сонымен қатар бұл жерде меншікті энергия шығыны үлкен болады. Соның, яғни меншікті энергия шығыны үлкенділігі деп те айта аламыз. Сондықтан газ лифтілік әдісті қабат қысымы және көлемі үлкен кен орындарда өнімділік коэффициенті біршама үлкен ұңғымаларда пайдаланған жөн деп айтар едім. Сонымен қатар бұл жерде газ лифті әдістің мысалы жұмыс істеу әдісіне кішкене тоқталып өтетін болсақ, бұл газды қысыммен, яғни құбырлар арасындағы ортаға, яғни сақиналы деп айтады ғой, сақиналы құбыр ортасындағы сақиналы, яғни кольцевой қылып айдаған кезде сұйықтар жаңағыдай төмен қарай ығыстырылады да, кіші диаметрлі сораптық компрессорлы құбыр және үлкен диаметрлі бекітілген пайдалану эксплуатационный деп айтамыз ғой, пайдалану құбырларда сұйық біршама деңгейге дейін бұл жерде көтеріле алады. Бұл жағдайда сұйық қоспасының деңгейі жаңағыдай статикалық деңгейінен неғұрлым бұл жерде жоғарылақ болады деп болады. Сондықтан ұңғыма түбіндегі қысым өсетте, осы өскеннің арқасында сұйықтың біразы қабат ішінен қайта енеді. Сол кез келген уақытта айдап жатқан газдың қысымы, яғни гидростатикалық деңгей бар ғой, бұл деңгейден жоғары көтерілген биікпен не алатынды осы гидростатикалық қысым деуге болады. Осы қысыммен бұл жерде сипатталады деп айтуға болады. Сонан кейін, яғни бұл жерде айдап жатқан газдың қысымы ұлғайған сайын, бұл жерде ұлғайған сайын, яғни бұл жаңағы ұлғайған сайын бұл жерде. Яғни айдап жатқан газдың қысымы ұлғайған сайын деңгейлер арасындағы биіктіктерде тұрады бұл жерде. Осы газды қоспаның, яғни шығыны бізде бір қалыпты болады. Сол бір қалыпты болған жағдайда қысым алғашқыда тез өседі, ал сосын жаңағыдай ақырын бар төмендей бастайды. Мұны яғни сораптық компрессорлы жаңағы құбырлармен және үлкен диаметрлі пайдалану құбыр жақтағы, яғни сұйықтың деңгейі өскен сайын қабаттай енетін сұйықтың көбеюімен түсіндіруге болады деуге болады. Мынау енді практикада көрсетілгендей жаңағыдай көбіне неден өтіп кетіппін. Енді дегенмен де схемада
жаңа өтіп кеткен схема бойынша айтып кете берейін. Бұл практикада, яғни жаңа айттым, неше түрлі көтергіштер қолданады дедім. Бір қатарлы, екі қатарлы дедім. Бір қатарлы құбыр сақиналар арқылы жұмыс агентіне берілетін, егер ұңғыма өнімі үлкен шығымды және оның ішінде жаңағыдай тоттану әрекетіне, яғни коррозия, сондай әрекетіне немесе құбырлар сақинасына жиналып қалатын тұздар мен асфальтты шайырлы заттар болмаған жағдайда бір қатарлы жаңағыдай сорапты компрессор қондырғының бойымен агент беріледі. Ал екі қатарлы ұңғымаға берілетін жаңағыдай бекітілген құбырда жаңағыдай саңылау болады. Осы саңылау болған кезде, құм болған кезде қолданылады. Егер де сығылған газ жаңағыдай берілген сорапты компрессор құбырға құм келетін болса, ол яғни құбырға диаметрі кішірек хвостовик деп айтамыз, құйыршық осыны бекітіліп жібереді, соған бұратала. Сол кезде бұл құйыршық қоспаның қозғалу жылдамдығымен, құбыр тізбегімен, яғни осының басында ұлғайтып, құм мен судың ұңғыма түбінен жиналмай сыртқа шығуын, яғни қамтамасыз етіп отырады деуге болады. Көбіне мұнай өнімін алу үшін газлифтілік әдістің көбіне мысалға үздіксіз газлифт дегенді қолданады. Үздіксіз газлифт әдісі мысалға сығылған газды жер үстінен беру үшін қолданады да, жаңағыдай көбіне пайдаланатын, өздеріміз бұрынғы сабақтарда айтып жүрік, L-типті деп айтамыз. Тік ұңғымалар үшін жаңағыдай L-типтіні қолданады, ал тік ұңғымалар үшін L-типтіні қолданады, дұрыс айтамыз. Сонан кейін LN-типті, бұл көбіне жаңағы көлбеу бағытта ұңғымаларға арналған нелер, маркалы қондырғылар, осы және газды сақиналар, яғни жаңа айттым, кальцевой арқылы айдап берген кезде бір қатарлы көтергіштерді, яғни қабылдау клапаны мен пакері бар, және осы сильфон бар, Г-типті клапанмен, яғни осылармен бірге жабдықталған десек болады. Соңғы жабдықтар арқылы ұңғыманы фонтанды түрде, яғни жіберіп, керекті режимге пайдалану үшін қолданамыз. Көбіне газлифтік клапандар, яғни сорапты компрессорлы қондырғыларды көтермей-ақ канатты техника жабдықтарының көмегімен орнына салып алынуға да болады. Жаңа айтып кеттім, сорапты компрессорлы құбырлардың диаметрі 60-70 немесе 89 мм болады. Бұны сұйықты алу шамасына көбіне жаңағыдай 120, 300 және 700 метр куб тәулікке бұл сәйкес келеді деп айтуымызға болады. Мысалы, газлифті түрлерін айтып кетейін. Газлифтің түрлері компрессорлы болады және компрессорсыз болып келеді. Газлифтік пайдалану әдістерін мысалға былай деп бөлуге болады. Бірінші жағдайда мысалға агент компрессорлық станцияларда сығылып, яғни нығыздалып дайындалады да, ал екінші жағдайда агент ретінде кен орнының газы, яғни табиғи қысыммен беріледі. Қабатты айырып деп айттық, мысалға, ол үшін пакерлер қолданамыз деп айттық, сол сияқты бұл табиғи газ нелерді қысыммен беріледі деуге болады. Компрессорсыз газлифт әдіске, яғни ұңғыма ішіндегі газлифт әдісі жатады. Бұл әдісте мұнайды көтеру үшін осы ұңғыманың өзімен жаңағыдай ашылған газ қабатының газ энергиясын қолданады десек болады. Сонымен қатар үздіксіз немесе мезгіл-мезгіл режимдер деп айтуға болады. Мезгіл-мезгіл режимде, яғни ұңғыма бір мезгіл тоқтатылып тұрады. Бұл жаңағыдай берілген уақыттың арасында сұйық көтергішке жиналғаннан кейін ұңғымаға қысым мен агент беріледі, жер бетіне мезгіл-мезгіл, яғни үрленіп шығарылады. Бұны көбіне жаңағыдай мезгіл-мезгіл пайдалану үздіксіз деп айтамыз. Өндірістегі көбіне жаңағыдай компрессорлық станция негізінде жаңағыдай поршындық ГКМ деп айтамыз. ГКМ деп газ компрессорный деген, яғни сондай типті газы моторлы компрессорлер, яғни және үлкен өнімді ортадан тепкіш компрессорлармен бұлар жабдықталу қажет. Егер де мүмкіншілік болатын болса, осы ұңғыманы игеріп жіберу үшін және кейбір жөндеу жұмыстарын жасау үшін қозғалмалы компрессорлық установкалар қолданады, яғни қондырғылар. Олардың қысымдары әртүрлі болып келеді. Олар жаңағыдай шаналарда немесе гусеницный деп айтады, гусеницный жаңағы арбаларда, автоприцеп осыларда орнатылады. Сонымен қатар осы компрессорлық және компрессорлсыз газлифт әдістерде жұмыс агентін алдын ала дайындау қажет болады. Сонымен қатар газдан көмірсутекті фракциясын және конденсатын айырып отырады. Неге десеңіз, олар жаңа гидраттың пайда болуына ықтимал жағдай жасайды. Сонымен қатар коррозия жаңа шақыратын механикалық қоспалардың, сонымен қатар күкірт сутекті және басқа қоспалардан бұларды айырып міндетті түрде дайындау қажет
осылай дайындайды. Гидраттың пайда болуына қарсы күрес үшін ең қарапайым әдіс, яғни ол жаңа сыртынан қозғалмалы қыздыратын қондырғылар арқылы тәулігіне жаңағыдай ол осындай деп әртүрлі енді нелерін келтіреді, метр тәулік деген сияқты, мысалға 150 мың метр тәулігіне деген сияқты ұңғыманың сағасына, яғни газ құбырының бойына немесе газ бөлетін пунктінің басынан, яғни қыздырып айдап отырады осы нелерді. Гидратты пайда болған гидраттарды, яғни біз жою үшін жаңағыдай сұйық метанолдарды айдайды. Негізі гидрат дегеніміз анау айтқанда күртік қар сияқты ақ емес сарғыш болып келеді. Осы гидраттар пайда болған кезде құбырлардың бойын бітеп тастайды. Кей кезде даже ол непроходимость деп айтады, даже өткізбей де тастайды. Ол оның ішінде пайда болғаннан кейін ол газдың құрамында, яғни ылғалдың болуының әсерінен осы гидраттар пайда болады. Гидраттарды пайда болдырмас үшін неше түрлі жаңа айтқандай әртүрлі әдістермен гидраттарды жойып отыруымыз керек. Газ компрессор станциялары немесе газ дайындайтын комплекс бар ғой, осыдан газ бөлініп таралатын пунктке, яғни біз жаңа дайындалған газдарды соларға бағыттап отыру қажет. Мұндай пункттер біреу немесе бірнеше блоктардан құрастырылу керек. Мысалы, газ бөлетін ГРБ деп айтамыз, ГРБ деп айтқанымыз газораспределительный батарея деп айтамыз, газды бөлетін батареяларды, яғни осыларды скважинаға қарай әртүрлі газдың шығымын қолмен немесе инелі винтильдер бар, осыларды пайдаланып, немесе автоматты түрде, яғни ол автоматты түрде отқымыз мембранды механизмдері бар, клапандар, осыларды реттеп, қысымын өлшеп, сол арқылы бұл пункттерге бір жерден, яғни бір орта деп айтады, ингибиторды, беттік әрекеттік заттарды, немесе жаңа тағы басқа осыған сол сияқты беттік әрекеттік заттар болсын, жаңа гидраттарды бөлетін жаңадай нелер болсын, метанол болсын, ингибитор деп айтамыз, немесе жаңадай әртүрлі қосатын жаңа дозаторлы сораптардың көмегімен осыларды қояды да скважинаға жаңағыдай медный трубкамен осылай беріп отырады. Жаңа айтып кеткенде, яғни газ лифтлі ұңғыманың жабдықтарына, яғни көбіне жіберуші қысымның мәнінен, жұмыс қысымының мәні әр уақытта кіші болу керек деп айтамыз. Неге дейсіздер, неге десеңіз, осы ұңғымадағы динамикалық деңгей статикалық деңгейден төмен болады. Сондықтан да жіберуші және жұмысшы қысымын келтіріп, газ лифті ұңғыманың тиімді, сонымен қатар жақсы жұмыс жасау үшін өндірісте энергия көзінің болуы қажет болып саналады. Шындығында кейбір компрессорлар тобын қойып, жіберуші қысымның мөлшері осы ұңғыманың іске қосуына жаңағыдай жеткілікті болу қажет деп айтуға болады. Мұндай жағдайда газды, яғни бөлініп тарататын батареяларға екі желі әкеп қосады. Яғни жіберуші және жұмысшы қысымдарға арналған желі. Кейде ұңғыманы іске қосу, яғни жіберу үшін жаңағыдай қозғалмалы компрессорлық, яғни қозғалмалы компрессорлық нелер болады, қондырғылар бар. Осы қондырғыларды көбіне қолданады. Көбіне жіберуші қысымнан, яғни жіберуші қысымнан жаңа өтіп кеткен екенбіз, осы жіберуші қысымнан азайтатын тәсілдерді қолдануға тиіс. Ең көп тараған әдіс бұл, яғни тәсіл деп болады, жіберуші клапандар арқылы, яғни жіберуші жаңа клапан деп отырғанымыз бұл іске қосу қысымын іске қосу клапаны, яғни бұны осының қысымын азайту керек. Жіберуші клапандар бірінші сорапты компрессорлық құбыр тізбегінің ішінде әдейі арналған камерада, яғни қалта деп айтуға болады, осы қалтада орналастырылады. Бұл клапандар көтергіш құбырдың башмағы мен сұйықтың статикалық деңгейі аралдарында көбіне сөйтіп қойылып отырады. Бұл сонымен қатар бірінші клапанда, мысалы айтатын болсақ, қойылатын тереңдігі, яғни айдап жатқан газдың қысымы осы сұйықты осы клапаннан 20 метр төмендікке түсірген мерзімде қамтамасыз ету керек па. Жаңа өтіп кеткен схемаларда, мысалға айтатын болсақ, газ лифттік ұңғыманы жіберу үрдісінің мысалға статикалық деңгейін айтсақ, егерде газ сорапты компрессор құбырға ашық клапан арқылы айдалып кіріп, сұйықты газдандырады да, осы кезде пайда болған қоспаның деңгейі көтеріліп, лақтырма желісінен асып аққанда, яғни сорапты компрессор құбырлы ішіндегі қысым бірінші клапан деңгейінен төмендеп түседі де, ұңғыма түбіндегі қысымы бұл жерде бірақта өзгермейді, яғни бұл клапанның өткізгіштік қасиеті компрессордың өнімділігінен аз болғандықтан деп айтуға болады. Сондықтан
түптегі қысым азайған сайын сақина ортасына жаңағыдай сұйықтың деңгейі түсе бастайды. Енді айтатынымыз, сорапты компрессор құбырдың ұлғайған интервалында, яғни сұйық газданады да сағадан асып барып құйылады. Ол түптегі қысымды тағы да азайта түседі деуге болады. Енді мынау тақырыпқа келетін болсақ, жаңағыдай скважиналы тереңдік сораптармен пайдалану дегенді айтпас бұрын өткен тараулармен, өткен тақырыптармен, яғни ұңғымаларды өндіру тәсілдерімен байланыстыра отырып, енді бүгін мына скважиналы тереңдік сораптармен көмегімен пайдалануды енді қарай аламыз. Штангылы, яғни штангылы мына сораптың көмегімен осы скважинадан мұнайды өндіріп көтеру әдіс, бұл штангылы терең сорап қондырғысымен мұнайды өндіру деп айтылады. Бұл көбіне штангылы терең сорапты қондырғы, яғни қарапайым әрекетті поршынды сорап, яғни шток, жаңағыдай тербелмелі сораптың жер үсті жабдығы, жер асты жабдығы деген сияқты сораптан және осы қажетті кедергілерді жоюға арналған құрылғылардан тұрады деуге болады. Жер үсті жабдығына өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде сағалық арматура, яғни тербелмелі станок, немесе жаңағыдай жұмыс манифольді деп айтуға болады, осылар керек. Сонымен қатар штангылы ұңғымалы сораптар, яғни көмірсутекті сұйықтарды, яғни 99%-ға дейін абсолютті тұтқырлығы, яғни 100 мегапаскальға дейін механикалық қоспалары, яғни бұның ішінде 5%-ға дейін жаңағыдай қабылданудағы еркін газдың құрамы 25%-ға дейін, ал күкіртшектегі 0,1%-ға дейін, немесе судың минералдығы, яғни 10 грамм бөлінген литрге дейін, және осының температурасы 130 градусқа дейінгі сору және жер бетіне шығаруға арналған мынадай сорапты сорапты штангылы терең сораптың схемасы бойынша түсіндірейін. Мынау алдарыңызда тұрған терең сорапты, яғни қондырғының схемасы. Неден тұрады, мен сіздерге айтпай ақ қояйын, алдарыңызда көрініп тұр. Осы нелерден тұрады, яғни біз қалай жұмыс жасайды. Көбіне бұл біз ТМД елдері деп айтамыз. Осы ТМД елдерінде, яғни бүкіл мұнай өндіру көлемі 16,3-тен пайызға дейін, пайызына таман әрекет ететін ұңғымалардың қоры, жағдай осы штангылы сораптармен, ұңғымалы сораптар деп айтамыз. Ұңғымалы сорапты қондырғымен игерілетін барлығымызға да мәлім. Ұңғыма шығымы тәулігіне 10 килограммнан бірнеше тоннаны құрайды деп айтуға болады. Сораптарды ондаған метрден 3000 метрге дейін тереңдікке, ал кейбір терең ұңғымалар болады. Олар 3200-ден 3400 тереңдікке дейін, одан да жоғары үлкен тереңдікке дейін түсіріледі. Мына жерде алдарыңызда көріп тұрғандай штангылы ұңғымалы сорапты қондырғы, яғни жер үсті жабдығы, жаңа көрсетіп кеткендей, теңселмелі сораптан станок деп айтады, саға жабдығынан тұрады. Ал жер асты жабдығына бұл жерде не жатады? Ол барлығын айтып жүргендей, сіздер білесіздер, дегенмен де қайталап өтейік. Жер асты жабдығы, яғни сорапты компрессор құбырлар, сорапты штангілер, штангылы ұңғымалы сорап және қиын жағдайларда, яғни қондырғының жұмысын жақсаратын түрлі қорғаныс құрылғылардан тұрады. Айдау клапаны болады, сору клапаны болады деген сияқты сондай клапандардан да тұрады. Ұңғыма, яғни плонжерлі немесе поршынды сораптардан орнатылады. Олар жаңағыдай штангілер тізбегі арқылы жер үсті жетегінің көмегімен жаңағыдай қозғалысқа келеді деуімізге болады. Сонымен қатар бұл жерде штангыны тереңге түсірілген, жаңағыдай түсірілетін сорапты қондырғы ұңғымалы сораптан, яғни бұлар салынатын, салынбайтын сораптардан тұрады, сондай типті сорапты штангылардан планшайбаға немесе жаңағыдай құбырлы алқаға ілінген сорапты компрессорлы құбырлардан, сальникті, яғни тығыздауыштан, сальникті жылтырлатылған шток бар емес, содан, теңселмелі станоктан, бұны жаңағыдай фундамент орнатылады, яғни фундаменттен және 3 тармақты, яғни саға жабдығынан тұрады деуге болады. Ұңғымалы сорапты қабылдауында, яғни газды немесе құмды фильтр түрінде бұл жерге қорғаныс тетігін орнатады, бірақ сүру тереңдігінің шектеулігі немесе мұнай шығымының аз болуы, яғни штангылы сораптың кемшілігі болып табылады деуге болады. Жер асты жаңағыдай мінекей
осы штангалы терең сораппен жұмыс жасаудың әдісін мен сіздерге жұмыс жасау принципін кішкене түсіндіріп өтейін. Яғни штангалық сораптар мен ұңғымаларды пайдалану әдісінің негізінде осы скважинаға түсірілетін іс-әрекетті қайтымды көлемдік сораптар кіреді осыларға, және олар жер бетінде орналасқан жаңағыдай жетектеуші механизммен байланысқан механикалық түрде, яғни байланысқан қондырғыларды қолданады. Барлық мұнай осындай жабдықтар, мұндай жабдықтар кешені көбіне штангалық ұңғымалы сорапты қондырғы деп аталатыны барлығыңызға белгілі. Бұл штангалық сорапты қондырғы жаңа сағалық жабдықтан, штангалық сораптың тізбегінен, сораптық компрессор құбырлардың тізбегінен жаңа айтып кеткендей, ұңғымалы сораптан және қосымша жер асты жаңағыдай қажет кезде жаңағыдай айтып кеткендей қондырғылардан тұрады деп айттым. Яғни бұл ұңғымалардың жаңағыдай қажет кезде, мысалы құм болған кезде, немесе қабаттарды айыруға деген сияқты қосымша жабдықтардан тұрады деуге болады. Бұл бөлек жағдайларда қандай да бір элемент орын алмауы мүмкін. Сол кезде оның қызметін осы штангылы жаңағыдай ұңғымалы сорапты қондырғының басқа элементтері атқарып отырады десек болады. Осы сорапты штангілердің тізбегі бір-бірімен бұрандалармен байланысқан және штангылардан құралған, яғни өзекше стержен болады. Солардың түрінде келтірілген деуге болады бұны. Сораптық штангілер тізбегі, яғни механикалық энергияны жетек механизм ұңғымаларының сорабына беріп отырады. Ұңғымалық сорап негізінде жаңағыдай плунжерлы болып келеді, қайтымды ілгермелі, яғни ілгермелі қайтпалы деп айтамыз. Осындай қозғалатын штангылардың механикалық энергиясын қабаттық сұйықтарды тартып шығару энергиясымен түрлендіреді деуге болады. Яғни сору, қайта немесе айдау деген сияқты клапандардың көмегімен деп айтуға болады. Көп жағдайда жаңа штангылы ұңғымалы сорапты қондырғыны көп жерде осы жетек ретінде балансирлі теңселмері жаңағыдай станоктарды қолданады. Бұл балансирлі тербелмелі, мына схемада тұрғандай балансирлі тербелмелі станоктар, мысалы бұлар көбіне мысалға үлкен, мысалға массасы үлкен фундаментте орналасады, және ол рамадан тұрады. Сол рамада тірек құрылып тұрады да, онда топсаның көмегімен, яғни балансир бекітілген бұған. Оның бір шетінде жаңағыдай бас шығы орналасады, ал екінші шетінде оны шатунмен байланыстыратын тағы да бір топса бар, сол топсамен орналасады. Шатун, яғни редуктордың шығыр білігінде бекітілген кривошиппен біріктірілген, редуктордың кіру білігіне, яғни сына деп айтамыз, клин тәрізді жаңағыдай белдікті беріліс арқылы электр қозғалтқышқа жалғанған. Бұл электр қозғалтқыш, яғни бұған тоқ көзінен тоқ береді электр қозғалтқышқа. Балансирдің басына штангылар тізбегі арқанды ілгіштің көмегімен байланыстырылады. Сораптың арқанды ілгіші, яғни сораптық штангылар тізбегінен тереңдікте орналасқан банағы ұңғылық сорапты плунжермен жалғастырылған деуге болады. Тізбек жеке штангылардан жиналады, яғни штангылардың ұзындығы көбіне 6-дан 10 метрге дейін, диаметрі 12-ден 25 миллиметрден жоғары, және бір-бірімен бұлар муфталар арқылы жалғасады. Банағы жылтырлатылған штоктың жоғарғы жаңа класты тазалықпен, яғни өңделген беті болу керек. Оны кейде бірінші немесе сальникті штангы деп атайды. Сораптық компрессор құбырлар тізбегі жаңағыдай қабаттық сұйықты жер бетіне шығарады және сағалық арматураны тереңдетеді. Осы сағалық арматураның тереңдігі осы ұңғылық сораптың цилиндрімен, яғни біріктіріліп отырады деуге болады. Осы жерде жаңа айта кететін жеке бұлар құбырлардан құралған, ұзындықтар жаңа айттым 8-12, диаметрі жаңағыдай 48-114 миллиметрге дейін, және шығар жердегі құбырлар осындай буынмен біріктірілу керек. Сорапты компрессор құбырларды герметизациялау үшін көбіне тізбек құрылысының жоғарғы бөлігінде жаңағыдай сағалық сальник орналастырылады. Осы сальник арқылы жылтырлатылған штанга өткізілген, яғни ұңғыма сағасының жабдықтарынан өндірілген сұйықты алып, жаңағыдай алып кететін жері болады. Ол
және ол арқылы сұйық алынады да сүзгі торы арқылы бұл өндіріске сүзіліп жіберіп отырылады. Әрекетті бұның бір жақты ұңғымалық сорапты мысалы қарастыратын болсақ, ол жаңа сорапты компрессор құбыр тізбегіне жалғанған цилиндрмен және мына жерде орналасқан штанга тізбегіне жалғанған плунжерден тұрады десек болады. Айдау клапаны, яғни плунжерге, ал сору клапаны цилиндрдің төменгі бөлігіне орнатылады. Сонымен қатар сораптың төменгі бөлігінде қажетті жағдайда газды немесе құмды сұйықтан бөлінетін, жаңа айттым, якоры бар және құбыр сыртындағы кеңістікке сорапты компрессорлы құбырғы және шегендеу құбырлар тізбегінің арасы арқылы өтіп отырады. Құм якордың корпусында сол кезде тұнып қалады десек болады. Осы штангалы ұңғымалы сорапты қондырғының жұмыс істеу кезінде оған энергия, яғни электр қозғалтқыштар редуктор арқылы кривошипті шатунды механизмге берілетіні ол барлығы бізге белгілі. Соның көмегімен жаңағы біздің осы кривошипті шатунды механизміміз айналмалы қозғалыс, яғни штангалар тізбегінің қайтымды ілгермері, яғни қозғалысқа түрлендіріп отырады десек болады. Тізбекпен байланысқан плунжерде қайтымды ілгермері түрде қозғалып отырады. Сол тізбекпен байланысқан плунжерде осы плунжердің жоғарыға қарай қозғалысына айдау клапаны плунжердің үстіндегі сұйық қысыммен жабылады да, ал сорапты компрессор құбыры бойымен ол жоғарыға көтеріліп отырады. Осы уақытта сору клапаны ашылады да, плунжердің астындағы цилиндр көлемі, яғни сұйыққа толады. Плунжердің төмен қарай жүрісі болған кезде сору клапаны, яғни сұйық бағанасының қысымымен жабылады да, айдау клапаны ашылып, сұйық плунжердің үстіндегі кеңістікке жиналады. Оны білесіздер. Үстіңгі, яғни беткі көтерілген сұйық сағалық сальниктің бүйіріндегі бұрып алу тесігі арқылы өндірістік коллекторға осылай бағытталып отырады. Сағалық штоктың жүріс ұзындығын, яғни шатунды кривошиппен бекітілген жерінен, яғни жылжыту арқылы өзгертіп отырады. Балансердің тербеліс саңы, яғни электр қозғалтқыштың шкифт диаметрін ұлғайтуға, сонымен қатар азайтуға да байланысты болып отырады. Көбіне кәсіпшілікте өлшемдері мен конструкциясы әртүрлі болып келетін сораптарды қолданатын барлығымыз да білеміз. Неғұрлым бұл кең тараған сораптардың екі түрі, яғни салынбайтын бұл құбыраралық және салынатын сораптарды қолданады десек болады. Салынбайтын сораптың қазір көрсетемін сіздерге, яғни цилиндрін ұңғымаға сорапты компрессорлы құбырмен, ал клапандар мен плунжерді, яғни штангамен түсіріледі бұл кезде. Цилиндрді жоғарыға шығару үшін барлық жабдықтарды көтеру қажет, яғни штанганы клапандармен, плунжермен, сорап, яғни және сонымен қатар сораптық құбырларды. Ал салынатын сораптың цилиндрі плунжер клапанмен бірге жиналып тұрады. Ұңғымаға яғни штанганы, ұңғымаға бұны, яғни осыны штанга арқылы түсіреміз де, және осы сияқты жиналған түрде штанга арқылы жоғарға шығарыларды, жаңағыдай құбырлар деп айтуға, құбырлар орнында осылай қалады десек болады. Келесі мына неде схемада көрсетіліп тұрғандай біздер айтамыз, штангалы терең сорапты қондырғылар, жаңа айттық, жер үсті жабдығы, жер асты жабдығынан тұрады дедік. Теңселмелі, мысалы жер үсті жабдықтарына мына схема болғасын көрсетіп кетейін дегенім айтылып кетті, дегенмен де жер үсті жабдығына теңселмелі сорап, саға жабдықтар тұрады, жатады, ал жер асты жабдығынан сорапты компрессорлы құбырлар, сорап штангілері әртүрлі жаңа айтып кеткендей қорғаныс жатады. Сонымен қатар мынау тұрған сорапты ұңғылардың саға жабдығы, оларды қолданамыз. Жаңа жұмыс істеу принципін біз айттық, тереңдік сорапты қондырғаны, мысалға механика тәсілдерінен жаңағыдай бір негізгі скважиналарды тереңдік сораптарын пайдалану тәсілі болып табылады дедік. Бұл көбіне ең басты деп айта алмаймын, бұны жаңағыдай қажетті жерлерде қана қолданады. Көбіне мысалға айтатын болсақ, біздерде көбіне біздің районда жақыны Жаңажол кен орны. Жаңажол кен орнында 1999 жылы бұны жаңағыдай бір ғана сынама етіп шығарды. Бұл бірақ тиімсіз болып саналды. Бір жағынан бізде Жаңажол кен орнында
мұнай газ бұл конденсатты кен орын. Bir жағынан бұл жерде газ факторы бізде жоғары болғандықтан газды қайтадан ілеспе газ мұнайдан өндірілген, яғни жаңа айтылып кеткендей қай әдіспен өндірілсек те үш әдістің біреуімен өндірілген өніміміз бірінші жаңағыдай автомат топтасқан өлшек қондырғысына жаңағыдай бағытталады. Бұл саңылаусыздандырылу керек деген сияқты бүткіл несін бәрін айтып өттім. Сол автомат топтасқан өлшек қондырғысына барғаннан кейін әр скважина өнімін жеке-жеке бөліп, сонан соң бөлінген таза мұнайды тауарлы күйге жеткізіп, сонан кейін барып халық шаруашылығына отын жанар-жағар май ретінде берсек, газды да халыққа тұтынуға береміз. Сонымен қатар осы ілеспе газды қайтадан тазалап, компрессорлы станциялардың көмегімен сығып, қайтадан осы қабатқа айдап, яғни бұны біз компрессорлы газлифт деп айтамыз. Сол компрессорлы газлифттің көмегімен мұнайдың несі өнімі түскен кезде осы газды айдап, яғни жаңа БГРАның көмегімен, газораспределительный батарея деп айтамыз, солардың көмегімен әр жұмыс беруші жұмыстағы сол технолог нелердің басшылардың яғни есептеуімен, сонан кейін барып жаңағы технология сынамалардан кейін, тәжірибеден кейін барып, қанша скважинаға әрқайсысы әртүрлі бар, соған солай беріледі. Сөйтіп газлифт әдісімен мұнайды жер бетіне көтеруге болады деп айттым. Сондықтан да қазір көбіне мына штангалардың үзілуі көбіне көп болады. Сондықтан да бұл әдісті бірақ терең сорапты өнімі аз, қысымы төмен қолданылады. Мына жерде жаңа айттым, штангалы сораптардың түрлері жаңа салынатын бар, салынбайтын сораптар деп бөлінеді. Мысалға, және сосын ағынды сораптар, гидроқұмды сораптар бар, қондырмалы плунжерлі сораптар бар, қондырмалы телескопты сораптар деп айтуға. Бана скважиналы штангалы сорапты қондырғаның негізгі кемшілігін бірінші жаңа айттым. Бұл салмағы үлкен болып келеді. Бұл өте күрделі және қиын құрастырылатын салмақты іргетасты, яғни алдарыңызда тұрғандай қажеттілігі көп болады десем болады. Мұнай өндіруге арналған штангалы винттік сораптар алдарыңызда көрініп тұрғандай. Сонымен қатар мұнайды өндіруге арналған батпалы отан төккіш сораптар болады. Штангалы енді сораптың жұмысына айтып кетпеуге болмайды. Бұл штангалы сораптың жұмысына зиянды, яғни әсер ететін факторлар болады. Олармен күресу жағдайлар, мысалы зиянды факторлар, газдың әсері, сұйықтың, яғни сораптан ағып кетуі деген сияқты, теңселу саны және плунжердің жүру жолы, сонымен қатар тығыздамалы шток және плунжердің жүру жолының сәйкестігі бар. Келесі сабақтарда түсіндіремін сіздерге бұл қандай күресу жолдары бар. Мысалы газ әсерінен, сұйықтық сораптың ағып кетуінен, теңселу санымен біз бұл сораптың жақсы қалыпты жұмыс жасап тұрғанын, динамографтың қызмет жасап тұрғаны арқылы біздер анықтай аламыз. Соның көрсеткіші арқылы әртүрлі өзінің динамограммасы бар. Қайда динамограмма жұмыс жасайтын, жақсы қалыпты жұмыс жасап тұрған, яғни біздің сораптың кейде холостой сорт тұрады, сол кезде газдың ғана мөлшерін ғана сорап тұрады, яғни біздің неміз сорабымыз жаңа сұйыққа енбеген жағдай холостой сорап деуге болады. Және бір айта кететін нәрсе, біз бана үш әдісті де айттым мен сіздерге. Мұнай өндіру әдістерінің қай әдістерді өндірсек те, мұнай өндіру мекемелерінде, өндірістерінде деуге болады. Яғни техник қауіпсіздігі мен өндірістік санитария ең бірінші басты міндет болып табылады. Бұл өндіру мекемелерінде техник қауіпсіздігі міндетті түрде сақталуы қажет. Яғни қызметкерлерді зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғауға арнаулы киімдер болу керек. Яғни темір аяқ киім деп айтамыз, ол темірден жасалған емес, бас жағы темірден жасалынған, темірмен құйылып жасалған деуге болады. Бас киім, қолғап, жеке қорғаныс құралдар деуге болады. Осылардың барлығы да берілуі тиіс. Жеке қорғаныс құралдар деп жатқанымыз маска, респиратор, газоанализатор, газ сигнализатор және противогаз деген сияқты осылардың барлығы да жеке қорғаныс құралдарына жатады. Ал қауіпті факторларды және апаттық жағдайлардың алдын алу жөніндегі жаңағыдай апатқа қарсы және сонымен қатар өртке қарсы қорғаныс, блокировкалау деп айтуға болады. Немесе қорғаныс және сигнал құралдары жүйесінде барлық жерде де осылармен қамтамасыз етуге тиіс жұмыс берушілер. Сонымен қатар күю жұмыста олар нәрселер болып тұрады. Ол техника қауіпсіздігін сақтамағандықтан, технологиялық регламентті сақтамағандықтан апаттық жағдай болады, немесе техника қауіпсіздігін сақтамағандықтан, немесе өзіңе сол жұмысшыға жүктелмеген жұмыспен айналысу кезінде, мысалы күю, зақымдану, улану, немесе басқа да зақымданулар кезінде құрылғы
қызметкерлеріне, яғни алғашқы көмек көрсетіліп, және ол туралы объекттегі жұмыс берушінің жетекшісіне, медициналық пунктке және авариялық құтқару қызметтеріне хабарланып, олар келгенше бірінші жаңағыдай врачқа дейінгі көмектерді көрсетілу керек. Бұл әрине бұл жұмысты атқаратын жұмысшы, оператор өзінің разрядына байланысты, және осы жұмыс атқарушы мамандандырылған жұмысшы атқару керек, 18 жасқа толған, және оның ішінде жаңағыдай әр өздерінің берілген уақытына жылына 1 рет немесе 2 жылда 1 рет деген әр өндірістің өзінің алдарына қойған міндеттемелер бойынша техника қауіпсіздігінен өтіп тұру қажет.